Мен Павлодар облысы Ақсу қаласы Саршығанақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Сарсенова Әсел Алпысқызымын. Енді 2016 жылы мен осы Павлодар қаласында 3-ші деңгейлік курсты тамамдадым. Енді қыркүйек айынан бастап осы бағдарлама бойынша 5-ші, 7-ші, 9-ші сыныптарда қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ беремін. Және осы сабақтарымда осы бағдарламаның 7 модулі пайдаланамын. Осы 7 модульді ықпалдастыру арқылы әртүрлі жаңа тәсілдерді қолданамын. Енді оқушылар, бұрынғы кезде оқушыларым тек қана мұғалімді тыңдайтын болса, ал қазіргі кезде диалогқа түсу арқылы бірін-бірі оқытады және бірін-бірінен үйренеді. Оқушылар бір-біріне сұрақ қоя білуге үйреніп келе жатыр. Қазіргі сабақтарда оқушыларды көп сөйлетуге тырысамын. Енді қазіргі сабақтың үзіндісінде мен оқыту мен оқудағы жаңа тәсіл модуль идеясын енгізу үшін әткеншек және сұрақты қағып әдістерін пайдаланамын. Өзіне келген қағазды толықтырып, немесе келісетін болса, қосу таңбасын қойып отырады. Түсінікті ме? Қазір мына топ үнкестік заңы туралы жазады, мына топ буын үнкестігі туралы жазады, ал мына топ дыбыс үнкестігі туралы жазады. Ал қазір жазыңыздар. Ақылдасаңыз, жан тәкеп болады. Енді балдар жазылған келген қағазға келісетін болса, плюс таңбасын қоямыз, ал келіспейтін болса, ары қарай жалғастырып жазамыз. Өз ойларыңызды қосасыңдар. Олар не жазбаған екен? Буын үндестігі сингармониясын деп аталады. Буын үндестігі Келіссек плюс таңбасын қоямыз, ал келіспесек ары қарай жалғастырып жазамыз, иә? Ал кәне уақыт аяқталды. Тағы қағазымызды ауыстырамыз.
Al tenge ballar, vaqt аяқталды. Қағазымызды таққа ауыстырамыз. Енді сендердің әрқайсыларың өз қағаздарын қайтып келді, иә? Қараңдар, кім не жазыпты? Не жазыпты? Ақылдасыңдар, көріңдер. Қазір әрбір топтан бір оқушы оқиды. Ал қане, әрбір топ өз сөйлейтін адамды белгілесін, иә? Кім сөйлейді сіздерде? Жақсы, сіздерде анықтап қойыңыздар, кім сөйлейді сіздерде? Ал мына топтан бастайық, иә? Қане, Мұстафа сөйлейді екен. Бастан аяқ біркелкі әуезбен дыбысталып айтылуын үндестік заңы деп атаймыз. Мысалы, балалар балалер емес, үйлер үйлар емес, ауылға ауылге емес. Үндестік заңы екі түрлі. Буын үндестігі, дыбыс үндестігі. Біздің шешімімізбен екі топта келісті қосарлары болды. Жарайды, жақсы. Ал мына топтан Буын үндестігі. Буын дауысты дыбыстардың үндесуі. Мысалы, көше көшелер, үй үйлер, адам адамдар. Бұған екі топты келісті. Бір топ бірыңғай дауысты немесе бірыңғай дауыссыз дыбыстар буын үндестігі немесе сен таймайсың деп атайды. аталады деп жазған екен, иә? Жарайды, жақсы. Келесі, үшінші топ. Дыбыс үндестігі үшке бөлінеді. Ілгерілі ықпал, кейінгі ықпал, тоғыспал ықпал. Оған екі топта келісті. Үндестігі дыбыс дауыссыз дыбыстардың үндесуі екі топта келісті. Қатар тұрған екі дыбыс бір-біріне ықпал етуі тоғыспалы ықпал деп атаймыз. Жарайды, жақсы. Ал қазір балалар, енді біз бәріміз жазып болдық өз ойымызды, иә? Бір-бірімізге қошемет көрсетіп қояйық. Жарайды, жақсы. Қазір біз осы тақырып бойынша білімімізді жинақтау үшін ана жерге шеңберге тұра қояйық. Шеңберге тұрамыз. Шеңберге тұрайық. Ал енді балалар қазір мына допты бір-бірімізге лақтыру арқылы осы үндестік заңы туралы бір-бірімізге сұрақ қоямыз және сол сұраққа жауап беруге тырысыңдар, жарай ма? Ал енді мен қазір бірінші сұрағымды Әлгеннен бастаймын. Әлген, үндестік заңы туралы не білесің және оның қандай түрлері бар? Сөзді бастан аяқ біркелкі әуезбен айтқанда үндестік заңы дейміз. Үндестік заңы екі түрлі: буын үндесуі және дыбыс үндесуі. Мен сұрағымды Салтанатқа қойдым. Жақсы. Салтанат не? Буын үндесуі дегенде не мысал келтіре аласың ба? Дауысты дыбыс буын құрайтын болғандықтан сөз мен сөздегі қосымшалардың дауыстылардың немесе бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болып үндесуін буын үндестігі деп атаймыз. Немесе сингармония. Мысалы, көше-көшелер, оқушы-оқушылар, үй-үйлер. Жақсы, сұрақ қоя ғой. Сұрағымды Әлібекке қоямын. Әлібек, буын үндестігі бойынша қосымшалар қалай жалғанады? Буын үндестігі бойынша қосымша буын жуан жіңішке жалғанады. Соңғы буын жуан болса, жуан қосымша. Жіңішке болса, жіңішке қосымша жалғанады. Мысалы, өнерлі, терезе, балалар. Жарайды, жақсы. Сұрақ қоя ғой. Так, сұрақ. Бастан, барлық қосымша буын үндестігіне бағынып жалғанады. Қазақ тіліндегі қосымшалар негізінде буын үндестігіне бағынып жалғанғанымен, біраз қосымшалар бұл заңдылыққа бағынбайды. Жақсы, сұрақ. Айда, буын үндестігіне бағынбайтын қандай қосымшалар бар? Кергер, қорпас, қойкеш, ханакес.
Жарайды, жақсы. Тағы да қандай қосымшалар бар? Кім көмектеседі? Аха, Мирхат. Мысалы, Әуезов Жұмабаев, Сейфуллин Жұмағазинов. Жарайды, жақсы. Ал осы қосымшалар қандай сөздерге жалғанады? Адамның тегіне. Адамның тегіне жалғанады екен, е? Жақсы. Сұрақ қоя ғой. Сұрақ қоя ғой. Дыбыс үндестігі дегеніміз не? Дыбыс үндестігі дегеніміз сөз бен қосымшаның ішінде немесе сөз бен сөздің аралығында дауыссыз дыбыстарды өзіне ұқсата әсер етуін дыбыс үндестігі дейміз. Мен сұрағымды Жақсы. Тоғжан, дыбыс үндестігінің қандай түрлері бар? Дыбыс үндестігінің үш түрі бар. Біріншісі ілгерінді ықпал, екіншісі кейінгі ықпал, үшіншісі тоғыспалы ықпал. Ал ілгерінді ықпал деген не? Көрші дыбыстардың өзіне ұқсата әсер етуін ілгерінді ықпал дейміз. Мысалы, тастан, адамнан, жазға. Егер сөздегі соңғы дыбысы қатаң болса, оған жалғанатын қосымша қатаң болады. Егер сөздегі соңғы дыбысы ұян болса, оған жалғанатын қосымша ұяннан. Сөздегі соңғы дыбысы дауысты болса, оған жалғанатын қосымша не ұян, не үнді болады. Жаңа сұрағымды қоямын. Кейінгі ықпал дегеніміз не? Сөз бен сөздің жігінде немесе сөз бен сөздің аралығында кейінгі дыбыс алғашқы дыбысқа әсер етуін кейінгі ықпал деп атаймыз. Жақсы. Сұрақ қоя ғой. Мен бәрі балаларға қоям. Тоғыспалы ықпал дегеніміз не? Мысал келтіре аласың. Аида жауап берсін, е? Қатар тұрған екі дыбыс бір-біріне ықпал етуін тоғыспалы ықпал деп атаймыз. Мысалы, жазылғанда шайтан көл, айтылғанда шайтан көл. Жақсы, балалар. Жаңағы енді сабақтың үзіндісінде мен әткеншек және сұрақты қағып ал әдістерін пайдаландым. Әткеншек әдісінде оқушылар бірлесе жұмыс жасады, берілген тақырып бойынша өз ойларын жазуға тырысты және басқа топтан келген қағазға өз ойларын мен келісетін, келіспейтіндігін көрсете білді және өздері қосатын тақырып бойынша өздері ойларды қосып отырды. Бұл жерде оқушылар бірлесіп жұмыс жасауға және шешім қабылдауға үйренді. Ал енді сұрақты қағып ал әдісінде оқушылар берілген тақырып бойынша бір-біріне сұрақтар қойды және сол берілген сұрақтарға жауап беруге тырысты. Енді бұл жерде оқушылар өз білімдерін сөзбен жеткізуге үйренді және де бір-бірінің ойларын құрметтеуге ықпал етті деген ойдамын.